Ассалаумағалейкум армардақты ағайын, ата заңымыздың 30 жылдығы қарсаңында алдарыңызға жаттанды сөз, жалаң ұран айту үшін емес, өткенге оралып, бірінші президент билік құрған кезеңдегі еліміздің негізгі құжаты, бір отбасыға қызмет еткен Тарзаман жайлы айтайық деп отырмыз. Назарбаев референдумды қолдана отырып билікті қалай өз уысына алды? Конституция неге бір кездері черновикке айналды? Парламент қалай елбасы мен оның айналасына жата-жастана жұмыс істеді? 1993 жылға қайраткерлер мақтаған, ел жақтаған конституция неге өміршең болмады? Бүгін талқыға шығарып отырған тақырыбымыз осы. Міндетті түрде шығарылымды толық көріп шығыңыз. Олай болса, ұрыста тұрыс жоқ, бастайық. Әңгіменің әлқисасында айттық. Бүгін бір қатар шегініс жасап, өткенге ораламыз. 1993 жылы қаңтардың 28 күні Қазақстанның тұңғыш конституциясы қабылданған еді. Сарапшылар алғашқы құжат демократия қағидаларына жақын болды деп санайды. Қазақстанның тұңғыш конституциясын қабылдау жиынына сол кездегі жоғары кеңес мүшелерінің 312-сі қатысып, 309 депутат жақтап, дауыс берген. Үшеуі қалыс қалған. Тұңғыш конституцияны қабылдауға қатысқандардың естеліктеріне қарағанда 1993 жылғы ата заң Қазақстан билігінің 3 тармағы толық айқындалған, биліктің тепе-теңдігі сақталған негізгі құжатқа айналған. Жоғары кеңес төрағасы Серікболсын Әбділдин сол кездегі сұхбатында билік үшін талас болмайтынын, заң шығарушы билік пен атқарушы билік және сот билігінің құзыры нақты белгіленгенін, әрқайсысы тек өз құзыры шегінде жұмыс істеуі тиістігін айтқан. Бұл конституцияда шын мәнінде мына биліктің барлық тармақтарының, ол жаңағы заң шығарушы болсын, атқарушы болсын, барлық тармақтарының ара жігі толыққанды жаңағы тепе-теңдігі айырылып жазылған. Ол конституцияда президенттің билігі 5 жылдық мерзіммен бекітілген. Қайта екінші рет сайлануға немесе қайта сайлануға былайша айтқан кезде мүмкіндік жазылмаған. Ол бір деп қойыңыз. Оны ары қарай жаңағы өзгертуге де президенттің қауқары аз болды. Неге десеңіз, оны мысалы 300-ден астам депутаттың басым бөлігі қабылданған конституция болды, және де оны өзгерту үшін сонша депутаттың қолдауын қайта алу керек еді. Жоғарыда айтқан жоғары кеңесті бекер айтқан жоқпын. Жоғары кеңестегі мысалы депутаттар көбіне тәуелсіз болды. Ол кездегі ол депутаттардың көзқарасы да өте тәуелсіз болды. Және соған байланысты президенттің мысалы президентке дат айту 90-шы жылдары өте кең таралған үрдіс болған. Саясаттанушылар ата заңның алғашқы нұсқасын парламенттік республикаға, екіншісін президенттік билікке жақын деп саралайды. Жоғарыда айттық, биліктің 3 тармағы өзінше жұмыс істеді. Бұл дамыған елдерде бар дүние, және оның өміршең екенін уақыттың өзі көрсетіп берді. Сол конституцияны дайындаған жоғары кеңестің президенті үкіметімен қоса қуырып алатын билігі болған. Бұған архивтерде сақталған талай видео мен газет қиындылары дәлел. Сейчас строится президентский дворец. Пир во время чумы. Народ нищает, экономика в крахе, а нам надо величественное здание для того, чтобы президент, оказывается, мог свободно, хорошо работать и жить. Что, недостаточно Белого дома? Я думаю, что там все условия для того, чтобы он мог работать. Было бы желание и умение работать. Президенттің кей бастамаларын осылай осып сынайтын депутаттар болды. Қазір айтсаң, құдды бір ертегі сияқты. Бұдан шығатын қорытынды мынау. Бірінші президент жоғары кеңестің алдына барып иіле бергісі келмеді. Қоғам қайраткері Рысбек Сәрсенбай сол кезеңді былай сипаттайды. Нұрсұлтан Назарбаев алғашқы конституцияда өзіне көбірек өкілеттілік алуға тырысты. Бірақ жоғары кеңестен өткізе алмады. Президент Египетке барған ресми сапарында біздің жоғары кеңес президенті жылына кемінде 3-4 рет шақырып алады деген есімде. Ол кезде жоғары кеңес президентке ықпал ете алатын еді дейді. Міне, 300 депутаттың сын садағына ілініп, кей бастамаларына оң батасын алу қиын болғасын, референдум жасау туралы қадамға барды дейді білетіндер. 1993 жылғы нұсқасы әлемдік демократиялық үрдістерді, тәжірибені жинақтаған конституция болды. Демократияның негізгі қағидаттары қамтылды. Алайда 1995 жылғы конституция вертикалды президенттің билікті күшейтіп жіберді. Президент деген жеке тармақ енді. Президентке ешқандай шектеу қойылмайды. Серікболсын Әбділдин конституцияда президент, мемлекет басшысы және республиканың атқарушы үкімет билігінің бір тұтас жүйесінің басқарушысы деп көрсетілген, президентке мейлінше кең өкілеттілік берілген деген.
Алайда, сол уақыттағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Конституция қабылданған күні сөйлеген сөзінде белгілі бір кезеңнің уақыт талабына орай кейбір конституциялық нормаларды анықтауға тура келеді деген еді. Мына жайтты ескерген жөн. Егемендік енді алған жылдары қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған тыныш заман болды десек, жалған сөйлеген болармыз. Ол уақытта үй ішінен үй тігіп, қазақ жерінде автономия құрғысы келгендер болған. Сондықтан 90-шы жылдардың белгілі бір кезеңде президенттік билік қажет болды дейді саясаттанушы Қазбек Майгелдинов. Сол кездегі тәуелсіздігімізді алғашқы алған жылдардағы еліміздің унитарлы республика болып конституция жазылғалы бері бізге президенттік биліктің күштілігі керек болды. Неге десеңіз, сол 79 жылды еске алыңыз, неміс автономиясын құрамыз деген қаншама Тәшеновті де еске алып отырады. Оның барлығы 90 жылдан кете қойған жоқ. Әлі де болса да біздің мысалы солтүстік облыстар ол кезде жаңағы бөлініп кетуге сондай жағдайда тұрған болды. Ал президенттік билік ол билікті орталықтандырды. Түсіндіңіз бе? Яғни сол кезде мықты президенттік билік қажет болды. Онсыз жаңағы аймақтарда қандай да бір мысалы егер президенттің билігі әлсіз болатын болса, онда федеративтік құрылымға айналып кету қаупі де бар еді. Сондықтан оны да есте сақтауымыз керек. 90-шы жылдардағы Назарбаевтың іс-әрекеті, қадамдары мен кейінгі кезеңдегі тірлік тіршілігін екіге бөліп қарау керек сияқты. Себебі әуелде екі тізгін бір шылбыр қолына тигенде, оның ашық болғанын, қоғамның алшақтамағанын анық байқаймыз. Әсіресе мемлекет құру жолында тайқығандарды аямау керек деп, таққа сағызша жабысып алу болмайтынын жалпақ жұртқа жариялағаны есте. Мен егер де елбасы болып отырып осыдан бір жерде таятын болсам, сіздермен аямауларыңыз керек. Себебі ол мемлекеттің мүддесіне балта шапты деген сөз. Ешбір басшы облыста отырған менің жаңағы уәкілдерім тағайындаған. Осы мәселені түсіне алмайтын болса, онда біз ел болмаймыз. Бұл бар заман еді. Еді деп отырғанымыз кейін тар заманға, зар заманға қадам бастық. Жалпы зар заман қазақ әдебиетіндегі кезең атау екенін білесіздер. Ол кезеңде Ресей империясының отарлау саясаты салдарынан ел басқару жүйесінің жойылып, халықтың саяси, экономикалық және рухани езгіге ұшыраған тарихи уақытты сипаттайды. Алғаш Шортанбай Қанайұлы осы кезеңнің ауыртпалықтары туралы зар заман атты зарлы толғау шығарып, сонда мына заман қай заман? Азулыға бар заман, азусызға тар заман деп толғайды. Міне осындай тар заман орнай бастады. 1995 жылы қабылданған Конституцияға осы уақытқа дейін бір емес 6 рет өзгеріс енгізілді. 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 және 2022 жылдары түзетілді. Әуелі 1998 жылдан бастайық. Ол кезде 19 бапқа түзету енді президенттің өкілеттілігі 5 жылдан 7 жылға ұзартылды. Кандидатқа қойылатын жас шегі өзгертілді. 65 жастан жоғары шекті алып тастады. Мәжіліс депутаттарын партиялық тізіммен сайлауда енгізілді. Жоғарыдағы зар заманмен салыстырып отырғанымыздың бір себебі осы. Ата заңымыздың көп тырнақша айтқанда шимайлануының басты себептерінің бірі ол саяси биліктегі өзгерістердің болмауынан. Яғни саяси билік тек қана өзінің билігін, ол кезде енді мысалы Назарбаев отбасы болды ма? Назарбаев отбасы сол бір билікті ұстап қалу мақсатында заңнамалық негіздемелер іздей бастады. Елбасы деген арнайы заң пайда болды. Тұңғыш президент деген арнайы заң пайда болды. Яғни оның заңдар пайда болғаннан кейін оның барлығын конституциялық тұрғыдан бекіту үрдістері жүргізілді. Жоғарыда айтылған парламенттің президенттің қол астындағы ұйым болып қалғаннан кейін нәтижесінде кез келген заңдардың өзгерістерін тез арада осылай өзгертуге алып келді. Сондықтан 95-тен кейінгі референдум 22-де болып тұр. Содан ақ көре беріңіздер. Қаншалықты бұл жерде жаңағы билік өзінің қол астына ыңғайлы заңдарды жасау үшін барынша узурпация жасалады. Қазақстанның тұңғыш конституциясы 2 жылдан асар аспас уақыт жұмыс істеді. 1995 жылы тамыздың 30 күні бүкіл халықтық референдум арқылы Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды. Алайда оған дейін жоғары кеңес 2 рет тарады. Тұңғыш конституцияны қабылдаған жоғары кеңестің жұмысы 1993 жылы жергілікті кеңестердің өз-өзін таратуынан кейін тоқтады.
Одан кейін жазушы Әбіш Кекілбаев төрағалық еткен жоғарғы кеңесті Қазақстанның сол кездегі президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1995 жылы Конституциялық сот шешімі бойынша таратты. Сарапшылар жоғарғы кеңестің екеуі де президент Назарбаевтың күткеніндей болмады деп санайды. Билікті қолына мықтап ала бастағанда ол жоғарғы кеңесті аямай сынауға көшті. Соңғы жылдарда біздің жоғарғы кеңестерімізде жұмсартып айтқанда ел мүддесінен алыс, шамадан тыс шамшыл және аса сөйшең адамдар белең алғаны жұртшылыққа белгілі. Оның үстіне атқару үкіметіне қарсы тұруда парламенттік көпшілікке бүкіл оппозиция қосылды. Шын мәнінде парламентарийлер атқарушы үкіметті тастап, оның өзін бағындыруға, сөйтіп осы нақты билік арқылы кредиттерді, инвестицияларды және қаржыны, қысқасы ақшаны бөлуге зор ынтамен кірісті. Жоғары кеңес билікті өз қолына алып ап, білгенін істемекші деген бірінші президент кейін өзі Конституцияны ыңғайына қарай түзей бастады. 1998 жылы президенттің өкілеттілігін 7 жылға ұзартты. 65 жастан асқан адам сайлауға түсе алады деп бекітті. Бұл өзінің жолын ашуға жасалған кезекті қадам еді. 2007 жылы президенттік мерзім қайта 5 жылға қысқартылды. Осы түзетуді ел естімеген ерекше ұсыныстар жасалған болатын. 2007 жылы парламент бір адам қатарынан 2 реттен артық республика президенті болып сайлана алмайды. Бұл шектеу Қазақстанның тұңғыш президентіне елбасыға қолданылмайды деген түзетуді қабылдады. Яғни Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қалағанынша сайлауға түсе беру құқығы берілді. Мамыр айында парламенттің бірлескен бұл отырысы небәрі 17 минутта Конституцияны өзгертіп тастағанын ескерген жөн. 2011 жылы билікті бір қолға жинақтау жалғасын тапты. Енді президенттің кезектен тыс сайлауын Назарбаев өзі қалаған уақытында тағайындауға мүмкіндік алды. 2017 жылы қаңтарда Нұрсұлтан Назарбаев билік тармақтарының өкілеттіліктерін қайта бөлу жөнінде үндеу жасады. Сондай-ақ Конституцияның 91 бабына тәуелсіз Қазақстанның негізін салушы, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы іргесін қалаған республика қызметінің түбегейлі принциптері және Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының мәртебесі өзгермейді деп толықтырылды. 2019 жылы бір бап өзгертіліп, елорда атауы Астана қаласы Нұр-Сұлтан болып өзгертілді. Заман мәңгі тұрмады. 2022 жылы елордамыз қайта Астана деп атала бастады. Қорыта айтқанда, Назарбаевтың 1995 жылы Конституцияны өзгертуге бастамашы болғаннан бері сотың да, парламентің де, үкіметтің де топтасып, аулы аралас қойы қоралас болып бітті. Бәрі тік тұрып, бір адамға соның айналасына қызмет ете бастады дейді сарапшылар. Бұл өз кезегінде саяси дағдарысқа әкелетіні анық еді. Бір сөзбен айтылған кезде сыбайластық қой. Ол сыбайластық бар жерде сыбайлас жемқорлықтың да өлмес бір дәуірі орнайды деген сөз. Ол соның түсінікті ғой. Мысалы, әрбір орган, әрбір мына биліктің тармағы не үшін бөлініп отыр? Әрбір тармақ өз жаңағы бағытында жұмыс істейтін болса, нақты заңнамалық нормаларды ұстанатын болса, сот жүйесі әділ сот шығаратын болса, атқарушы билік өзінің нақты жаңағы атқару заңнамалық тұрғыда өз деңгейінде жұмыс істейтін болса, әрине онда бұның барлығы параллельді бір-бірін толықтырушы болады. Ал біте қайнасып кету дегеніміз не? Ол бір-біріне тәуелділік. Тәуелділік болған жерде, ол жерде белгілі бір жаңағы топтардың немесе саяси бір күштердің көксеген ойлары кетіп қалуы мүмкін. Ол жерде, яғни былайша айтқан кезде нақты сапалы шешім шығарылмайды. Олигополияның пайда болуы деген біз көрдік қой қаншалықты жаман екенін. 160 адамның қолында барлық мемлекеттің байлығы шоғырланды деген не деген сөз? Ол дегенмен осы жаңа жоғарыда айтылған заңды, жаңа басқа да биліктің құралдарын өзінің көксеген мақсаттарына қолданған топтардың әрекетінің нәтижесінде міне осындай болды. Яғни барлық байлық белгілі бір адамдардың, топтардың қолында жинақталды. Олардың жаңағы акталарын немесе қорларын сақтау үшін арнайы заңнамалық қорғау әрекеттері жасалды. Жабулы қазан жабулы күйінде қала берсе, бұл қоғамның жарасына айналады. Міне, 30 жылда билікте отырып, ата заңды өз мүддесіне қолданған ат төбеліндей топ ақыры халықты ашындырып алды. Енді бетбұрыс жасап өзгерістер жасау керектігі айтпаса да түсінікті болды.
Міне сондықтан 1995 жылдан бері Конституцияға қатысты өтпеген референдум 2022 жыл 5 маусымда араға 27 жыл салып ұйымдастырылды. 33 бапқа 56 түзету енгізілді. Маңыздыларына тоқталсақ, тұңғыш президенттің артықшылықтары жойылды. Супер президенттік жүйеден күшті парламенті бар президенттік жүйеге көштік. Табиғи ресурстар халыққа тиесілі деп белгіленді. Президенттің жақын туыстары мемлекеттік қызметке тағайындала алмайтын болды. Конституциялық сот құрылып, азаматтар оған жүгінуге құқық алды. Өлім жазасына тыйым салынды. Мәжіліс аралас сайлау жүйесіне өтті. Сенаттағы президенттік квота азайтылып, халық ассамблеясының квотасы жойылды. Осыдан кейін саяси реформаның жалғасы ретінде президент 7 жылдық бір реттік мерзімге ғана сайлансын деген ұсыныс Конституцияға енді. Халық 30 жылдай бір президенттің билігін бақылады. Ал ендігі келер ұрпақ мұндай жағдайда өмір сүрмейді. Себебі енді 3-ші, 4-ші, 5-ші президент деп кете береді. Биліктің бір уыста болса, неге апаратынын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Не де болса да шектеді, бір ғана мерзіммен шектеліп отыр. Екінші рет сайлануға ешқандай құқық беріліп отырған жоқ. Ол бірде қойыңыз. Екіншіден бұл үрдіс батыс елдерінде де бар ғой. Ол жақта 4 жылдық, мысалы Америка 4 жылдық дегендей. Ол жақта да демократияның негізгі нысаны осы. Яғни билік деген ол бір адамның жеке құралына айналмау керек. Ол өзінің белгілі мерзімде сайланады. Одан кейін жаңағы бәсекелестік ары қарай даму керек. Одан кейін көп мынандай батыстық зерттеулер бар. Адам 4 жыл билікте отырғаннан кейін, оны кәдімгідей зерттеген екен Африка елдерінің басшыларына. Одан 4 жылдан кейін ол біздің жеке адамды кінәлай алмаймыз да. Ол психологиялық тұрғыдан адам тәуелді болып қалады екен билікке. Психологиялық тұрғыдан тәуелді болып, ол биліктен айырылғысы келмей қалады. Яғни ондай синдром да бар. Сондықтан бұның бәрі зерттелген нәрсе, ал біз үшін 7 жылдық шектеулік бұл, мен ойлаймын, өте дұрыс бастама. Одан кейін президенттің бұл жердегі өкілеттілігі шын мәнінде сол президентке 7 жыл ішінде өз-өзін көрсетуге мүмкіндік береді. Өйткені онда андай ой болмайды да, мен осы әлі алда 10 жыл, 20 жыл отыратын уақытым бар, не істесем өзім біледі. Керісінше, тарихта қалу үшін бір жағынан адами факторды қарауымыз керек қой. Одан кейін берген уәделерін орындау үшін, жалпы берілген мерзімде өзін сапалы түрде көрсету үшін қанша дегенменде мына президентке бұл деген міндеттеме, бұл деген жауапкершілік үлкен. Қорыта айтқанда, бұл өзгерістерге қарап 1993 жылғы Конституцияны қайта тірілтудің белгілерін байқауға болады. Себебі ол құжатта президентке бір мерзімге ғана сайлану құқығы берілген еді. Егер ата заңды өзгертпей билік алған бағытынан сол уақытта тайқымағанда, демократиялық қоғам әлдеқашан орнап, біз екі емес кемі 5-6 президенттің ауысқанын көрер едік. Орында бар оңалар дегендей 1995-2022 жылдар аралығындағы қатқан сең бұзылды. Ең қызығы, келесі қадам қандай болар екен? Алғашқы ата заңда жазылғандай, біз парламенттік республикаға айналуымыз мүмкін бе? Жалпы, биліктің бір қолда ұзақ болуының қаупі қандай? Конституцияның бір кездері черновикке айналуына бірінші президент пен сол кездегі атқамінерлер ғана кінәлі ме? Әлде сол басынуды үнсіз қабылдаған қоғамның да жауапкершілігі бар ма? Пікіріңізді жаза отырыңыз. Қадірлі ағайын, лайк басып, қолдап, осы шығарылым ұнап жатса, чаттарда бөліссеңіздер де қатып кетер еді. Өзіміз де, өзгелер де айналамызда болып жатқан жағдайды білгені дұрыс. Қайта жүздескенше.